Жалпы көкөністермен қоса түрік тағамдары да өте дәмді. Түркияда болсаңыз, сіз жергілікті кебаптарды міндетті түрде сынап көруіңіз керек. Елде сонымен қатар әртүрлі теңіз өнімдерінен жасайтын көше тағамдары да жетерлік. Географиялық орналасуына байланысты елде көптеген жағалаулар бар. Сәйкесінше теңіз өнімдерінде тапшылық жоқ. Ал ең маңыздысы осы тағамдардың арзан болуы. Тағы Түркия қандай тағамдармен атақты дейсіз ғой? Әрине тіл үйірер тәттілерімен. Баклава, халва, рахат лукум. Айтпақшы, рахат лукум сөзбе-сөз аударғанда ләззат тілімі дегенді білдіреді. Ал түрік кофесі туралы бүкіл әлем біледі. Түркия бұл сусынға өте құрметпен қарайды. Султан Сүлейменнің өзі бұл сусынға ерекше назар қойған. Тіпті алғашқы кафехана 16 ғасырда Сүлейменнің билігі кезінде пайда болды. Әйтсе де Түркиядағы ең басты сусын кофе емес, шай. Түркиядағы шай бұл жай ғана сусын емес. Бұл дәстүрлі халықтық мәдениеттің бір бөлігі. Мұнда шай ішіп отырған адамдарды кез келген жерлерде көруге болады.